Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті бауырлар. Коронавирус пандемиясы бүкіл дүниені жаулап алды. Өкінішке орай Қазақстанды да бұл дерт айналып өтпеді. Елімізде науқастар пайда болды. Күннен күніге науқастардың саны көбейді. Медицина саласындағы істеп жатқан қызметкерлердің мойнына өте ауыр, өте салмақты іс түсті. Олар 24 сағат осы коронавирус дертімен күресуде. Құрметті бауырлар, мемлекет тарапынан қойылған талаптарды орындайық. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Құрметті бауырлар, осы қиын жағдайда иман мен сабырмен өту керекпіз. Әрқайсымыз осы қиын жағдайды түсіну керекпіз. Сондықтан әрқайсымыз үйде отыру керекпіз. Аллахтан сұрайтыным, науқастарға шипасын берсін. Мемлекет басшыларға күш-қуат берсін. Медицина саласындағы істеп жатқан қызметкерлерге күш-қуат берсін. Ұзақ өмір берсін. Әр Қазақстан отбасына, әр азаматқа тілейтінім мықты денсаулық, иман, сабыр, ұзақ өмір тілеймін. Иншаллах осы күндерден өтіп кетерміз. Жақсылықтың бәрі алда. Үлкен рахмет. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, уважаемые соотечественники. Все мы наблюдаем сложную ситуацию в мире. Это пандемия коронавируса, которая охватила всю планету. И, к сожалению, она затронула и Казахстан, нашу страну. Прошу отнестись ко всему с пониманием. В связи с этим наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ввел чрезвычайное положение в стране. Прошу каждого из вас придерживаться к мерам безопасности, оставаться максимум в домах, побольше молитесь. Каждому из вас, иншаллах, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов. Я думаю, с помощью Аллаха мы все преодолеем этот сложный период, эту возникшую ситуацию. Я думаю, лучшие дни у нас впереди, и всех нас ждет все хорошее. Прошу проявить терпение и понимание. Не игнорируйте сигналы правительства. Они все делают для нашей безопасности. Но мы должны понимать, что данная проблема, она общая.